Зейін Түркістан облысында қарбыз пісті және қазір диқандар қауымы әрбір гектарынан 25 тонна өнім жинап Ресейге экспорттап жатыр. Дұрыс-ақ, бірақ осы ерте шыққан жеміс-жидектің сапасы қандай? Адам ағзасына қауіптілігі жоқ па? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Жетісай ауданын бақташылықтың отаны деуге болады. Олай дейтініміз жергілікті жұрттың жартысы қауын қарбыз егеді. Солардың бірі Бекжігіт Мүйтенбаев. Биыл ол қарбыздың ерекше түрін өсіріп шығарды. Сорты Долби деген сорт бұл. 65 күндік, сондай өз ерте пісетін сорт. 16 мартта еккенбіз. Екі қабатты еккенбіз, дуга ағып. Ауа райы сәл биыл қолайсыздау болды. Сонда да енді 25 майға пісіп шықты енді. Жетісай ауданындағы жалпы егістік алқабы 78 мың гектар. Оның 14 мыңы қарбыз бен қауынға тиесілі. Олар жаздың басында жеміс береді. Қазір құлпынай, алмұрт, алмалар пісіп қалды. Заттарды Шымкенттен, Алматыдан арнайы заказбен алдырамыз. Және бізге келген заттар күнделікті токсикологиялық лаборатория бар осы павильонның. Күнделікті тексеріп, нитраттары қалай артық па кем ба, мына зат сатуға келеді, мына зат сатуға келмейді деп күнделікті тексеруден өткізіп отырады. Қазір коронавирус карантиннің кезі ғой. Тем более қазір бұрынғыдан да қадағалау күшейтілген. Нитрат тест барлық саудагерге ортақ міндет. Жеміс-жидектер арнайы зертханада